Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін біз сендермен Айгулек Бөбекжайында көп жыл еңбек еткен педагогпен Дәулетбаева Айгүл Сабыровнамен сөйлесетін боламыз. Айгүл Сабыровна мектепке дейінгі ұйым саласында көп жыл еңбек тәжірибесі бар, өз ісіне жауапкершілікпен қарайтын, білікті де білімді педагог. Ол балалармен жұмыс жасауда жоғары кәсіби шеберлігін, сабырлылығын және шығармашылық қабілетін үнемі көрсете біледі. Айгүл Сабыровна әр баланың жеке ерекшелігін ескеріп, олардың жан-жақты дамуына жағдай жасайды. Тәрбие мен білім беруде заманауи әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана отырып, балалардың танымдық қабілеттерін, сөйлеу мәдениетін, шығармашылық белсенділігін дамытуға үлкен үлес қосып келеді. Айгүл Сабыровна, сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Өз жұмысымда таныстыруға мүмкіндік бергендері үшін өте көп рахмет. Айгүл Сабыровна, сіз көп жыл еңбек еткен педагогсыз. Еңбек жолыңыз неден басталды? Бұл мамандықты таңдауыма ең бірінші әсер еткен менің алғашқы ұстазым. Сол кісіге қарап еліктеп, педагогика мамандығын таңдадым. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі білім беруде жаңа технологиялар туралы көп айтылып отыр. Сіздің жұмысыңызда олар қалай айқындалады? Мектепке дейінгі білім беруде жаңа технологияларды қолдану өте тиімді қазіргі заманда. Балалардың танымдық, шығармашылық қабілеті дамиды, оқу процесін өткізуде өте тиімді әсер береді. Оған мысал келтіретін болсақ, интерактивті тақтамен жұмыс істеу, жобалау әдістері, құм терапиялары кіреді, және де ассоциативті карталар сияқты инновация әдістері пайдалануға кіреді. Бұл техникалық балалардың түрлі оқу стиліне сәйкес келеді. Соның ішінде мүмкіндігі шектеулі балалар үшін өте тиімді мүмкіндік беріп отыр. Адал азамат бағдарламасы қазақ мәдениетіне терең бойлауды қамтиды. Ол тәрбиелеу процесіне қалай әсер береді? Балабақшадағы тәрбиені жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға негіздеп, балаларды адалдыққа, еңбекқорлыққа баулу арқылы тәрбие процесіне жан-жақты әсер етеді. Педагогтердің кәсіби әлеуетін арттырып, ата-аналарды ұлттық құндылыққа тарта отырып, балалардың құндылықты дамуына, патриоттық сезімдерін қалыптастыруға және сапалы білім алуына ықпал етеді. Жаңа ғана еңбек жолын бастап жатқан жас педагогтерге не айтар едіңіз? Жаңадан өз еңбектерін бастап жатқан жас мамандарға айтарым тек қана сәттілік, еңбектеріне табыс тілейміз. Және осы артымыздан еріп келген кішкене бөбектерге жақсы тәрбие білім беру. Рахмет сізге.